Сәлем, достар. Бүгін біз 2013 жылы шыққан британдық қара комедия драма «Грязь» фильмінің сюжетіне шолу жасаймыз. Нет, все. Рождество қарсаңында Эдинбург қаласында полиция сержанты Брюс Робертсонның әйелі қалада серуендеп жүреді. Метро туннелінде әйел жапондық туристке жасалған қылмыстың кездейсоқ куәгері болады. Бір топ бұзақы туристке шабуыл жасап, оны өлтіреді, кейін іздерін суытады. Брюс Шотландияны және оның тұрғындарын сүйіп бағалайды, себебі олар әлемдегі ең керемет әрі қайырымды адамдар деп санайды. Әрине, кей жағдайларда олар мінез көрсетіп, тіпті ортаңғы саусағын көрсетуі мүмкін, бірақ бұл да өз алдына бір ерекше сұлулық сыйлайды. Жұмысқа келген Брюс әріптестеріне ыңғайсыз жағдай туғызу үшін газ шығарып, әзілден де қалыс қалмайды. Что за хрень? Ол детектив инспектор лауазымына көтерілуге армандайды және қалған әріптестерін бәсекелес ретінде көреді. Бұл лауазымға үміткерлер қатарында расистік көзқарасы бар Даги Гилман. В старом добром Третьем Рейхе! Брюс гомосексуал деп күдіктенетін Питер Инглис, есірткіге әуес жаңа қызметкер Рэй Леннокс бар. Обожаю кокос! Сондай-ақ Гаспейн есімді зейнет жасындағы полицей және Брюс тек қызметтік романдар арқылы мансапта өсет деп санайтын жас қыз Аманда Драмонтта үміткерлер арасында. Жиналыс барысында бастығы Боб Брюске метро туннелінде жасалған қылмысты тергеуді тапсырады. Бастық Брюске сенім артып, оған қылмыскерлерді табуға барлық мүмкіндіктер береді. Қызметте көтерілуге ұмтылған Брюс мақсатқа жету жолында ештеңеден тайынбайды. Реймен жұмыс істеп жүріп, Брюс олардың оңай қызбен бірге көңіл көтергенін еске салып, жас детективтің кемшілігін мазақ етеді. Бірінші күдіктіні тапқаннан кейін, Брюс пен Рэй оны аңдып, жас қызбен бірге болғанын анықтайды. Бұл факт арқылы олар күдіктіні шантаждап, тергеуге көмектесуге мәжбүрлейді. Сонымен қатар Брюс өзінің аморалды мінезін көрсетіп, қызбен көңіл көтеріп, күдіктіні ерекше әдістермен тергейді. С ума сойти. Кто тебя этому научил? Ты же не сыр на терке натираешь. Брюстің айла-амалдарына Дагидің әйелі де түседі. Онымен Брюс жақын қарым-қатынасқа түседі. Даги әйелін сатқындық жасады деп күдіктенгенімен, Брюс оның ойын басқа жаққа бұрып, әріптестерін бір-біріне қарсы қоймақшы болады. Бірде Брюс көшеде жағдайы нашарлаған ер адамды байқап, жедел жәрдем шақыруды сұрайды. Бірақ оны құтқаруға тырысқан әрекеттері сәтсіз аяқталады. Осы уақыт аралығында Брюс қайтыс болған інісінің елесін көруді жалғастырады. Психологиялық жағдайының нашарлап, галлюцинацияларының өршуіне байланысты ол доктор Россиға жүгінеді. Кешкісін Брюс ересектерге арналған бейнеролик қарап, өзін алдандыруға тырысады, бірақ қанағат таппайды. Көңілін көтеру үшін досының әйеліне хабарласып, оны мазалауын жалғастырады. Нам тут сообщили, что у тебя большая черная... Клиффордпен кездескен Брюс масон ложасына барып, оның ақшасын ұрлап, есірткі сатып алады. Бастық телефондық бұзақылықты зерттеу нәтижесіз екенін айтып, істі тезірек жабуды талап етеді. Келесі күні таңертең Брюс досының әйеліне барып, оны маньякты қабылдап, онымен әзілдесуге көндіруге тырысады. Бұл оның құрбанына деген теріс ниеттерін жояды деп үміттенеді. Күдіктіден маңызды ақпарат алған Брюс гүл дүкенінің қызметкерін тергеп, оның қатты қорқып тұрғанын байқайды. Дүкеннен шыға бере, ол қайтыс болған ер адамның жесірі Мэриді кездереді. Ол Брюсті шынайы өмірге қайта оралып, қалыпты адам болуға итермелейтін жалғыз жан сияқты көрінеді. Үйге оралған Брюс тыйым салынған заттармен әуестенеді. Соның салдарынан галлюцинация көріп, қорқынышты түсінде дәрігерді елестетеді. А как дела с повышением, а? Да? Жұмыста өзін-өзі ұстай алмай, әріптестеріне Питердің сексуалдық бағыты туралы әңгіме таратып, оны ұжым алдында ұятқа қалдыруға тырысады. Питер, ты видел надпись в мужском туалете? Начальник, подойдите, посмотрите, какие гадости про беднягу Инглиса пишут. И я не могу позволить кому-то порочить твое имя. Жапондық туристке қатысты істі жалғастыра отырып, Брюс жезөкшелер үйіне барып, күдіктілердің биологиялық материалдарын алады. Біраз уақыттан кейін полиция бөлімшесінде кеш ұйымдастырылады. Брюс Рейдің бастығының хатшысын азғыруға тырысып жатқанын байқап, ойын ойнауды ұсынады. Ер адамдар жыныстық мүшелерінің суретін принтерде басып шығарып, әйелдер олардың кімге тиесілі екенін анықтайды. Рэй өзінің кішкентай артықшылығымен ұятқа алады, ал Брюс өзінің беделін арттыру үшін суретте өзінің мүшесінің өлшемін үлкейтеді.
Нәтижесінде ол бастығының көмекшісімен жақындасады, бірақ бұл әйел оның алдауын әшкерелейді. Брюс әріптестерін бір-біріне қарсы қойып, интригалар құруды жалғастырады. Ол Питерді ұятқа қалдыру үшін бір жігітке ақша төлеп, өзін Питердің танысы етіп көрсетуді сұрайды. Ұятты жағдайға тап болған Питер өзін қорғауға тырысады, бірақ Дагиден соққалады. Тергеуді жалғастырудың орнына Брюс өз интригаларына шатасып, жағдайды ушықтырады. Демалыс алып, досы Клиффордпен бірге Гамбургке қашады. Онда жезөкшелер үйінде көңіл көтеріп, Клиффордтың көзілдірігін сындырып, оны мазақ етеді. Барда Брюс досының коктейліне бірнеше көңіл көтеретін таблетка салып, оны нетрадициялық бағдардағы жігіттердің ортасында таңғажайып би билеуге мәжбүр етеді. Брюсті үрейлі галлюцинациялар қудалауды жалғастырады. Онда ол шошқа беті мен басқа қорқынышты жануарларды көреді. Оңай қол жетімді қыздардың бірінен ол өз әйелін көреді деп ойлайды, бірақ оның бөтен адам екенін түсінеді. Эдинбургке оралған Брюс тергеуді басқару құқығынан айырылғанын және істі Амандаға тапсырғанын біледі. Әріптестер арасында жанжал басталады, бірақ Брюс Мэри мен оның ұлын көріп өзіне қайта келеді. Мэри оны баласына жақсы адам ретінде үлгі етіп көрсетеді. Реймен сөйлескен Брюс оның есірткіден бас тартып, инспектор лауазымына үміткер болғысы келетінін біледі. Брюс Рейді барлық әріптестері оған қарсы екеніне сендіріп, оның паранойясын оятады. Да мы вроде нормально общаемся, он нормально. Он очень интересовался. Ты о чем? Смотри, не проболтайся. Насчет порошка. Әйелі күйеуін мансапта өсуді талап етеді, бірақ Брюстің жоспарлар мен үміттері күйрей бастайды. Ол әйелі мен қызы түсірілген ескі бейнелерді көз жасымен көріп, телефондық терроризм туралы есіне алады. Бұл жолы досының әйелі Брюсті қабылдайды және эротикалық жауаптармен оны азғырады. Алкоголь, есірткі және жеңіл жүрісті әйелдер әлі де Брюстің өмірінің басты бөлігі болып қала береді. Галлюцинациялар одан әрі күшейіп, Брюс қалыпты өмірге қайта орала алмайды. Әріптесінің орнына пілдің басын көрген Брюс қашып кетуге тырысады, ал бастығы оның келбетіне байланысты оны сөгіс алады. Егер Брюс телефондық бұзақыны ұстай алмаса, оны жұмыстан шығару қаупі төнеді. Сондықтан Брюс соңғы шараларға баруға шешім қабылдайды. Ол Клиффордты үйіне шақырып, оны мас етеді, оның әйелімен қылмысты әрекеттерін дәлелдейтін жазба жасайды. Келесі күні Брюс жазбаны Клиффордтың әйелімен тыңдатып, онымен жақындасады. Галлюцинациялар нақты бола бастайды. Нәтижесінде Брюс өзін әйелдер дәретханасында тауып, неге келгенін түсінбей қалады. Ол Амандамен сөзге келеді, бірақ ол Брюсті қиын уақытта қолдауға тырысады. Аманда Брюс жақсы полиция екенін айтады, бірақ оған зиянды әдеттерінен арылып, ақылға келу керек деп сенеді. Өзіне бақылау жасай алмай, Брюс Клиффордты камерада ұрып соғып, Дагидың қатал әйелі қолынан қаза табуға жақын болады. Брюс бір сәтте өзінің әйелі Кэрол мен қызы оны тастап кеткенін түсінеді, бірақ олардың бұл шешімінің себебін білмейді. Осы уақыт бойы ол тек галлюцинацияда өз әйелімен сөйлесіп, әйелдердің киімін киіп көшеде жүріп, бейтаныс адамдармен араласқан. Брюс бір кездері жапондық туристің өліміне куә болған жағдайды еске алады. Тағы да әйелінің киімін киіп көшеге шыққан Брюс хулигандардың құрбаны болады. Олар оны ұрып соғып, тасталған кеңсеге апарып, басшысы оны өлтіруге шешім қабылдайды. Бірақ бір сәтте ол Брюсқа поцелуй жасауға тырысады, ал Брюс оған қарсы тұрып, оны терезеден сыртқа лақтырады. Бұл сәтте Брюсті Питер мен Аманда табады. Нәтижесінде Брюс констебль дәрежесіне төмендетіліп, инспекторлық қызметке Рей тағайындалады. Рейдің мінезі қатайып, әріптесіне өзіне қандай жағдайлардың шын мәнінде күлкілі екенін еске салады. Брюс супермаркетте әйелін және қызын көріп, олар оны тастап қара нәсілді жігітке кетіп қалғанын түсінеді. Бұрынғы детективті бәрі тастап кеткен, тек Мэри мен оның ұлы ғана қасында. Мэри Брюске жүректен жанашырлық танытып, бірнеше күннен соң оны үйінде кездіруге шақырады. Бірнеше күннен кейін Брюс душ қабылдап, қоңырауларды елемейді. Ол өмірден шаршап, бірдеңе жақсы істеуге шешім қабылдайды. Констебль формасын киіп, ол Клиффордқа видео хабарлама жазып, оны кешіруін өтінеді. Брюс оны өзінің жалғыз шынайы досы деп атай отырып, әйелімен татуласуға кеңес береді. Осыдан кейін Брюс Мэридің сыйға берген шарфынан арқан жасап, өзін өлтіруге дайындалады. Бірақ соңғы сәтте ол терезеден Мэри мен оның ұлын көреді. Ол өмірден айырылғысы келмей, олар кетуін күтіп тұрады. Соңғы рет сүйікті сөзін айтып, Брюс өмірден өтіп кетеді. Правила везде одни. Осылайша фильм аяқталады. Біздің арнаға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін хабарландыруларды қосыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.